тәуелсіздігінің 30 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Ынтымақты ұран, татулықты ту ете білген халқымыз осы уақыт аралығында толағай табыстарға жетті. Мемлекетіміздің қарқынды дамуы, тұрақты саясат пен ішкі бірліктің арқасы. Рухы биік, намысы берік бабаларымыздың сан ғасыр бойы арманы болған азаттықты аялау біздің басты мұратымыз. Бірлігіміз бекем, тірлігіміз тиянақты болсын. Тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болайын. Please accept my sincere wishes on the occasion of the Independence Day of the Republic of Kazakhstan. This day is a great day when the dream of our ancestors came true and gave freedom to our country. May the flag of our country fly high, and I wish you good health, happiness to your families, good luck and great success. May our homeland Kazakhstan prosper. Летопись современного Казахстана начинается с 16 декабря 1991 года. В этот день Казахстан объявил себя независимым суверенным государством. Сегодня каждый казахстанец гордится своей независимостью. Уважаемые казахстанцы, поздравляю вас с этим знаменательным днем, Днем независимости Республики Казахстан. Желаю каждой семье благополучия, здоровья, процветания и богатства. Еркінмін, тәуелсізбін, қуанамын. Туған жер, барың үшін мақтанамын. Сенің әрбір таутасыңды қорғап өтем. Бабаларым, аналарым аманатын. Еркіндіктің бүгінде самғар еліміз, тарихынан текті болған еліміз, 90 түрлі қиындықты бастан кешіп, 91-де тәуелсіздік алған еліміз. Номер 5 Михайлов атындағы орта мектеп. Тәуелсіздіктің мен үшін маңызы атты челленджді жалғастыра отырып, номер 16 Сәкен Сейфуллин атындағы орта мектепке жолдайды.